Былтыр қазақстандық алтын өндіруші компаниялар 73 тоннадан астам бағалы металл шығарды. Еліміздің стратегиялық алтын қорын арттыруға үлес қосқан кәсіпорынның бірі RG Gold компаниясы. Мекеме бір жылда ұлттық резервті 6 тоннаға дейін алтынмен толықтырды. Еске салсақ, осыдан тура бір жыл бұрын компания жаңа Тау-Кен металлургиялық кешенін іске қосқан болатын. Өзінің алғашқы алтын құймасында сол кезде шығарды. Аз уақытта өндірісі өрге басып, көшбасшы кәсіпорынның біріне айналған RG Gold компаниясының қарқынды қызметі туралы тілші бейнематериалда. Ақмола облысындағы Райгородок кен орны. Бұл бір кездері перспективасы төмен саналған аймақ. Қазіргі күні Қазақстанда монокен орындарының ішінде Райгородок алтын қоры бойынша 3-ші орында. 1996 жылы алғашқы геологиялық барлау жұмыстары нақты нәтиже бермеді. Тек 12 жылдан кейін және акционерлердің геологиялық барлауға салған инвестициясының арқасында кен орнын біртіндеп өндіру басталды. 2018 жылы барлау 108 тонна бағалы металл барын көрсетті. Бұл бастапқы көрсеткіштерден 3 есе көп. Осылайша Райгородок кен орнында өндірілетін барлық алтын еліміздің алтын валюта қорын толықтырады. Вообще проект рассчитан. Зауыттың кен өңдеу қуаты 5 миллион тоннаға есептелген. Фабрика 24 сағат үзіліссіз жұмыс істеп, күніне 16-17 мың тонна құрамында алтыны бар материалды өңдейді. Әр тоннадан 1 грамм алтын аламыз. Біздің жабдықтар өңдеуді 20% арттыруға қауқарлы. Сондықтан болашақта кен өңдеуді жылына 5,5 миллион тоннаға, тиісінше алтын өндіруді 5,5 тоннаға дейін жеткізу жоспарымыз бар. Мекеме шикізат қорын ұлғайту үшін тағы бірнеше кен орнына барлау жұмыстарын жүргізуде. Болашақта Новоднепрская, Шарық және орталық Райгородок учаскелерін игеруге кіріспек. Ну, в целом мы придерживаемся классической схемы. Жалпы біз классикалық схеманы ұстанамыз. Бұл дегеніміз кәсіпорын жұмыс істей бастағанда қосымша барлау жұмыстарына инвестиция салынады, тиісінше өндіріс артады. Біздің мақсатымыз жаңа кен орындарын іздеу және мол шикізат қорын құру. Егер бәрі сәтті болса, онда зауыттың қуатын бірнеше есе арттыру қажет болады. Біздің үмітіміз зор. Жаңа кен орындарын игеруге кәсіпорынның әлеуеті жеткілікті. Былтыр RG Gold компаниясы 5 миллион тонна алтын өңдеуге қабілетті жаңа Тау-Кен металлургия кешенін іске қосқан болатын. Кен орнының аумағында тек алтын өндіретін фабрика ғана емес, 600-ден астам қызметкерге арналған жатақхана, спорт кешендері бой көтерді. Құрылысы 18 айда жүзеге асырды. Бұл мақсатқа акционерлер қаржы құйып, шетелдік инвестициялар тартылды. Жетпесін Қазақстанның даму банкі несиелендірді. Банк развития Казахстана является. Банк өзінің табысты және ұзақ мерзімді әріптес бола алатын бірқатар ірі инвестициялық жобалар арқылы көрсетті. Жобаның сәтті жүзеге асуы үшін Қазақстан даму банкі жобаны қаржыландыруды уақытылы мақұлдағаны маңызды орын алды. RG Gold Тау-Кен металлургиялық кешенін сәтті жобалардың қатарына күмәнсіз енгізуге болады. Өйткені компанияның дамуы жергілікті тұрғындардың әл-ауқатына да оң әсер етуде. Кәсіпорын жыл сайын кен орнымен іргелес жатқан ауылдарды әлеуметтік тұрғыда қолдау үшін 100 миллион теңгеге дейін қаржы бөліп келеді. Мекемедегі 1200-ге тарта қызметкердің 70% жергілікті тұрғындар. Адылжан Бердібек, Перлан Сарманов, Атамекен бизнес.